Баршаңызға қайырлы күн. Арендалық үйдің жалдамалы пәтерге 50% жеңілдік мемлекеттен көмек субсидияға өтінім қабылдау осы сәуір айынан бастап жүзеге асырылуда. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз, себебі алда уақытта басқа да пайдалы ақпараттармен жиі бөлісіп отыратын боламын. Осы сәуір айының ішінде 17 мың қатысушы өтініш бере алады және де өтініш беру процесіне қатысу туралы SMS шақырту алады. Өтінімді Отбасы банк кезет порталына баспана маркет бөлімінің жалға алу ақысын субсидиялау бөлімінде жасау керек. Демек сіз өтінім қалдыра аласыз. Бұл бағдарламаға 4 санат бойынша кезекте тұрған қазақстандықтар өтініш бере алады. Бірінші, екінші топтағы мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі балаларды асырап отырған отбасылар, жетім және ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар, көп балалы отбасылар. Жалдау ақысы қалай төленеді, қалай есептеледі? Ол отбасы мүшесінің соңғы 6 айдағы орташа жиынтық табысы отбасының әр мүшесіне шаққандағы ең төменгі күнкөріс деңгейінен 36,18 теңгеден аспауы керек. Субсидия алуға өтінімдер электрондық цифрлық қолтаңба көмегімен қолданылады. Ең алдымен төлемдерді алу үшін өтінішке қол қоясыз және деректерге жинақтау өзіңіз туралы толық мәліметтерге келісім бересіз. Содан кейін кәмелетке толмаған әрбір отбасы мүшесін отбасы банк кезет сайтына қонақ ретінде тіркейсіз де электрондық цифрлық қолтаңбаға көмегімен деректерге жинақтауға өңдеуге қол қоясыз, келісіміңізді бересіз. Пәтер иесі туралы деректер бөлімінде өтініш беруші, жалға берушінің ЖСН немесе БСН көрсетесіз, И немесе БИ-нің көрсетесіз. Баспананы жалға берушіде отбасы кезет банкінде электронды цифрлық қолтаңба арқылы тіркелуі керек. Сонымен қатар пәтерінің кадастр номері мен 20 сандық шотты көрсетуі тиіс. Жалдамалы баспананы қазақстандықтар өздері іздейді. Мамыр айынан бастап барлық қазақстандықтар жалдау ақысын субсидиялау бағдарламасының шарттарына сәйкес келетін азаматтар отбасы банк кезет платформасында өтініш бере алады. Сәуір айының ішінде шарттарға сәйкес келетін 17 мың қатысушы өтініш бере алады.